Қайырлы күн, қазақ елі! Халықаралық ескерткіштер мен тарихи орындар күніне орай Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданына қарасты Шұбарта өңірінде орналасқан Қосағаш ауылындағы Қарауыл төбеде тұрғызылған Шақантай батыр атамыздың күмбез кешеніне де келіп жеттік. Шақантай Жауғашарұлы 1706 жылы Алтай тауының Сауыр деген жерінде дүниеге келген. Руы Абақ кедей ішіндегі жас табан. 18 ғасырда өмір сүріп, қиын қыстау кезеңде халқына қорған болған. Қазақ-жоңғар соғысында қазақ халқының қас батырлары Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Ер Жәнібектермен бірге көптеген шешуші шайқастарда қатысқан. 1724 жылы Қабанбай батыр бастаған 30 мың әскер Аягөз өзенінің бойында жоңғарларға қарсы жорықты бастап кетті. Сол уақыттарда Шақантай батыр атамыз жоңғардың бас батырын жеңіп, Шақантай батыр атағын иеленген екен. Шақантай атамыздың артынан көптеген нақыл сөздер мен ұлағатты сөздер қалған. Қартайған шағында өзінің балалары Құлбарақ пен Байбараққа дуылғасын аманат етіп тапсырған. Айтыс ақыны Қалиқан Алтынбековтың ақырғы шайқас дастанында Шақантай бабамыздың ерлігі былай жырланады. Аягөзден асқан соң тарбағатай көрінді, есі қалмай сасқан соң екіге жоңғар бөлінді, қашқан жоңғар артынан қарт Бөгенбай қалмады. Тетелеш Жантай бар, Тоқтамыс пен Мамай бар, көмек беріп қолдады. Жалайырлық жоламан жеткен екен олдағы, сереген биік бақандай, керейден шыққан Шақантай, сынған жерден айзасы өсіп тұрған теректі жұлып алып толғады. Шақантай батыр атамыз әруақты батыр ғана емес, артынан асыл сөз қалған, аузы дуалы шешен ел бастаған кісі болды. Өмір бойы аттан түспей, ел тыныштығы мен ұрпақ қамын ойлаған батыр 1793 жылы 87 жасында Бақанас өзені бойындағы, яғни осы Орта Қарауыл төбесінде қайтыс болған екен. Міне, уақыт өте келе Шақантай атамызға осындай үлкен кесене тұрғызылады. 1993 жылы, яғни Шақантай батыр атамыз қайтыс болғаннан кейін бұл кесене белгілі композитор Еркеғали Рахмадиев үлкен еңбек сіңірген екен. Осы Шақантай атамыздың әруағы жатқан Қосағаш ауылында тұрғанында мақтан етемін. Репортажды дайындаған мен, яғни Шоқан Уәлиханов атындағы